Сіз біреумен сөйлескеннен кейін өзіңізді кінәлі, әлсіз, не сенімсіз сезінесіз бе? Сіздің ойыңызды, киіміңізді, достарыңызды бақылайтын, сын айтатын, қорқытатын адам бар ма? Бұл махаббат емес, бұл абьюз. Бүгін біз абьюзердің 7 белгісін талдаймыз. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғау үшін көре отырыңыз. Ең алдымен, абьюзер деген кім? Абьюзер бұл тек ұратын адам емес. Көп жағдайда ол жылы сөйлейді, махаббатын көрсетеді, бірақ біртіндеп сізді басқаруға, бақылауға және өз еркіне бағындыруға тырысады. Абьюз бұл тек физикалық емес, эмоционалдық және психологиялық зорлық та болуы мүмкін. Бірінші, сізді үнемі кінәлі сезіндіреді. Бәрі сенің кесірінен болды. Мен сен үшін бәрін істедім, ал сен ше? Ол өз әрекеттеріне жауапкершілік алмайды. Оның проблемасы сіздің кінәңіз болып шығады.